қақпа жартысына дейін қар болып қалған. Және қар мынандай қатты ғой. Мынау ұлпа болып тұр. Бірақ арасында мынандай қатып қалған қарлар бар. Сәлем достар. Бұл Айнұрдың Саяжай арнасы. Мен Айнұр, Қысқы Саяжайға келіп қалдым. Бүгін қар тазалаймын, сонымен қатар қыстың сұлулығын тамашалаймын. Және өзіммен бірге шай алып келдім. Қысқы табиғат аясында, таза ауада бір шыны шай ішкенге не жетсін. Кеттік достар. Мінекей террасамды қардан тазарттым. Енді табиғат сұлулығына бір сәт зер салып, тыныстап алайын. Ал достар, қар күрелді. Енді шай ішсек болады. Қыстығына шайдың дәмі ерекше болады ғой, мұндай қыста. Шайға қарақат қосылған достар. Осы бақшаның қарақатын жинап, мұздатқышқа сақтап, содан қыста шай жасап ішеміз. Мына пряник біздің бала кезімізден жеп өскен пряник болғандықтан осыны өте ұнатам. Суықтан қат қалыпты. Керемет.
Бүгінгі шаруам осымен аяқталды. Табиғаттың тыныштығы мен таза ауа ерекше күш сыйлады. Еңбек еткенге рахметім мол, ғажайып табиғат қой бұл. Ал алда әлі талай қызық бар. Келесі видеода кездескенше достар.